Сәлем достары, сан ғасырлар бойы табанына сан салалы сыр бүгіп, қойнына інжу маржандарын жасырған ұлы Арал теңізі әлем назарынан тыс қалған емес. Табаны тартылмай тұрғанда шөл белдеміндегі көгілдір су айдында балығы тудай тулаушы еді. Айдыны шалқыған, шалғасы қалқыған көк теңіздің тарихы тек экологиялық апаттарға емес, сонымен қатар тылсым дүниеге де бай екен. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін біз Арал теңізінің құпия жақтары жайлы айтатын боламыз. Аралдың түбінде табылған құпия белгілері. 80-ші жылдардың соңында Арал теңізінің құрғауын зерттеу кезінде ол жерде ғарыштан түсірілген фотосъемка өткен екен. Сол фотосуреттерді көрген ғалымдар таң қалды. Арал теңізінің түбінде құпия сызықтар мен беймәлім белгілер анықталды. Экологтардың айтуынша теңіздің түбінде бірнеше шақырымды құрайтын S деген әріп табылды. Мәселе сол әріптің өзінде емес, оның сызуында жатыр. Ондай әріпті салу үшін бүгінгі заманның озық деген техникасымен 90 жыл бойы жұмыс істеу керек дейді экологтар мен зерттеушілер. Достар, тағы да айтып қояйын, бұл менің сөздерім емес, бұл сол жақта зерттеу жүргізген адамдардың пікір ойлары. Жалпы өзім ондай S әрпін салу үшін 90 жылдың қажеті жоқ деп ойлаймын. Қазіргі таңда қаншама керемет ғимараттар салынып жатыр. Оларға бірнеше жыл ғана кетсе, жай S әрпін салу үшін 90 жыл кету мүмкін емес. Бұдан бөлек құрғап қалған Арал теңізінің түбінде түп-түзу әрі бір-біріне параллель орналасқан түрлі пішінді сызулар анықталды. Олардың ара қашықтығы 100 шақырым, ал әрбір сызықтың ені 10-12 метр. Арал теңізінің түбіндегі құпия белгілер туралы алғашқы материал Қазақстан ғылыми газетіне жарияланған болатын. Францияның аномалиялық құбылыстар орталығының мамандары оны естіген бойда хабарласып фотосуреттерді зерттеуге алған екен. Олардың пайымдауынша бұл өзге өркениеттердің үндеуі, яғни басқа ғаламшардан келгендердің жолдауы. Ғалымдардың сөзіне қарағанда, олар аталған құпия ақпараттарды өздері үшін қалдыруы мүмкін. Я болмаса жерде тұратын адамзат баласына құпия бір ақпаратты жолдады. Бұл код, оның астарында маңызды ақпарат болуы мүмкін. Бірақ кім не десе де, оның барлығын бір Алла біледі. Ғалымдардың да қателесетін кездері болады. Бітті, бұл өзге планеталықтардың бізге жіберген хабары деп те толықтай сенудің қажеті жоқ. Қандай жағдай болса да, құпия болған геолифті сызықтардың пайда болу тарихы әлі күнге дейін белгісіз. Суасты құпия өту жолдары. Кезекті Арал жайлы аңыз бен сыбыстардың біреуіне тоқталатын болсақ, Каспий мен Арал теңіздерінің арасына оларды қосатын жер асты өту жолдары мен үңгірлері бар. Ресми бұл екі теңізде ешқандай жер асты үңгірлері қоспайды. Бірақ бұл аңыз аяқ астынан пайда болған жоқ. Совет одағы кезінде Арал суына табиғат элементтерін айналым зерттеуге арналған индикатор жіберілгеннен кейін ол жоғалып кетіп, кейін Каспийдің жағалауында табылған. Цунами. Арал тарихына бет бұрсақ, ол мекенде цунами болған емес, алайда тұрғындар ресми дерек көздерден гөрі өз көргендеріне сенеді. Ал кейбір тұрғындардың айтуы бойынша, олар нағыз цунамиге куә болған. Көкжиекте көп мөлшерде ақ көпіршік пайда болып, үлкен толқынмен жағаға бағытталып, кейін қатарласа келе жатқан гу дыбысымен жағаны толықтай жапқан. Бұл көрініске куәгер болғандардың саны көп болғанына қарамастан, дәлелдердің аздығынан бұл оқиға Арал аңыздарының қатарында өз орнын тапты. Қара белгісіз масса. Ақсақалдардың айтуы бойынша, кезінде Аралдың бетінде жиі белгісіз қара тұман тәрізді массалар пайда болатын. Тұрғындардың біреулері бұл аруақ десе, басқалары суға батқан адамдардың жандары деп өз пікірлерін айтқан. Алайда бұл болжаулар діни және ғылыми тұрғыда дәлелденбеген. Соңғы жылдары бұл беймәлім қара объектілердің көрініп байқалуы жайлы ақпараттар кездеспейді. Үлкен акулалары. Қазіргі күннің өзіне дейін бұл аймақтарда қанжар тәрізді акулалардың тістерін кездестіруге болады. Алдында айтылған Аралдың құпияларына қарағанда, бұл жалғыз дәлелдермен келтірілген оқиға болып келеді. Өткір тістері еш тексеріссіз ақ ежелгі балық түрлеріне тиесілі екенін байқаса болады. Бұл мекеннің акулалары әдеттен үлкен әрі мықты болғанын, табылған жақ сүйектері мен тістерінің қалдықтарына қарап сенімді айтса болады. Дегенмен бұл қай тарихи кезеңде мекен еткен акулалар екенін ғалымдар нақты айта алмайды. Келесі орында әрине Барса келмес аралы жайында болу керек еді, бірақ менің ойымша Барса келмес жеке бір видеоға лайықты тақырып. Сондықтан бүгінгі видеомыз көптеген лайк жинап жатса, Барса келмес жайлы видеомыз тез арада шығатын болады. Ол видеоны көргіңіз келсе, барша белсенділік танытып, лайк басып, бұл видеомен өз достарымен бөлісуге ұмытпаңыздар. Ал егер сіз Пазл арнасына жазылмаған болсаңыз,
Онда уақытты өткізбей тіркеліп, не мына жердегі қоңыраушаны басып кетіңіз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Сонымен қатар видео сипаттамасындағы және бірінші комментарийдегі келтірілген сілтемелер бойынша сіз біздің ВКонтакте тобымызға, Инстаграмымызға және де басқа да әлеуметтік желілерімізге өте аласыз. Барлық жерлерге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.